Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің лекциямыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсыновтың өмірі және шығармашылық жолы. Негізінен лекцияда мынадай сұрақтарды қарастырамыз. Бірінші, Байтұрсыновтың қоғам қайраткерлігі, екінші, ғалым лингвист екендігі, үшінші, әдебиеттанушы ғалым екендігі, төртінші, ақындығы, бесінші, аудармашылығы, алтыншы, көсемсөз шеберлігі. Енді Ахмет Байтұрсыновтың өмірбаянына қысқаша ғана тоқталатын болсақ, Ахмет Байтұрсынов өзінің бір өлеңінде «Оқ тиіп жүрегіме 13-імде» деген тармақты келтіреді. Яғни Ахмет Байтұрсынов өзінің 13 жасында үлкен бір әділетсіздіктің құрбаны болғанын айта кетеді. Оған себеп болған Ахмет Байтұрсыновтың әкесі Байтұрсынның орыстың оязы Яковлевті сабап, сол себептен 15 жылға бас бостандығынан айырылуы еді. Яғни Ахметтің балалық шағынан әкесіз жетім қалуы. Міне осындай әділетсіздіктерді көріп өскен Ахмет өз ұлтының бостандығы, өз ұлтының азаттығы жолында аянбай еңбек етуді мақсат етіп өседі. Әрі қарай айта беретін болсақ, Ахмет Байтұрсынов негізінен ақындығына, ғалымдығына келетін болсақ, Ахмет Байтұрсыновтың бәрімізге белгілі оның үлкен лингвист ғалым екендігі. Лингвист ғалымдығына дәлел оның тіл құралы, оқу құралы атты еңбектері. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынов ол әдебиеттанушы ғалым. Қазақ әдебиеттану ғылымында, соның ішінде әдебиет теориясында Ахмет Байтұрсыновтың 1926 жылы Ташкент қаласынан басылып шыққан әдебиет танытқыш атты еңбегінің мәні мен маңызы өте зор және еш уақытта өзінің актуальдылығын жоймайтын ғылыми құнды мұра қатарында саналады. Жалпы Ахмет Байтұрсынов бұл әдебиет танытқыш еңбегінде қазақ әдебиетіне қатысты терминдердің барлығын дерлік ұлттық атаумен атауды жөн деп санаған. Мысалы, айтатын болсақ, әдебиеттің үш тегі болады: эпика, лирика, драма. Соның ішінде эпикалық тек. Эпикалық тектің ең үлкен түрі ол роман деп аталады. Жалпы әлем әдебиеттану ғылымында роман деп аталады. Соған Ахмет Байтұрсынов романды ұлы әңгіме деп атайды, повесті ұзақ әңгіме деп атайды және әңгімені әңгіме деп атауды ұсынады. Ахмет Байтұрсыновтың бұл әдебиет танытқыш еңбегі негізінен 26 жылы жаңа Ташкент қаласынан шыққан атап өттік. Кейін жалпы әдебиеттану ғылымында Мұхтар Әуезовтің 1927 жылы шыққан, соның ішінде Қызылорда қаласынан басылып шыққан әдебиет тарихы еңбегі осы әдебиет танытқыш деп аталатын Байтұрсыновтың еңбегінен кейінгі біздің әдебиеттану ғылымына сүбелі үлес болып қосылған тағы да бір ғылыми құнды мұра екенін осы жерде атап өтуімізге болады. Ахмет Байтұрсынов жалпы ақын. Негізінен Ахмет Байтұрсынов ақындықты ол өзінің мына ұлт азаттығы, ұлт бостандығы жолындағы қайраткерлігіне негізгі қару етіп алған. Яғни Байтұрсынов көптеген ғалымдардың пікірі бойынша, соның ішінде мысалы Ахмет танушы ғалым Жұмағали Ысмағұловтың пікірі бойынша ақын болайын деп болған жоқ. Ол өзінің ұлт жолындағы ұлы арманын іске асыруға ақындықты негізгі қару етіп алды. Мысалы, Ахмет Байтұрсыновтың қазақ салты, қазақ қалпы деп аталатын өлеңдері осы ақын мұрасындағы саяси әлеуметтік лириканың ең жарқын үлгілері болып саналады. Яғни қазақ халқының 20 ғасырдың басында басына төніп тұрған қиындығы, ұлт ретіндегі патшалы Ресейдің бодандығынан құтылып кеңес үкіметіне өткеннен кейін де толық өз еркіндігін ала алмауы, бодандықта болу, міне осы мәселелердің барлығы ақынның лирикалық кейіпкерін үнемі үлкен толғанысқа салады, ойландырады. Қазағым, елім, қайқайып белің, сынуға тұр таянып, талауда жаның, қамауда жаның, талауда малың деген сияқты жолдар біздің барлығымыздың білетін жалпы Байтұрсынов шығармашылығындағы ең өзекті, ең маңызды жырлар болып саналады. Енді жалпы Ахмет Байтұрсынов
Ахмет Байтұрсынов. Сонымен қатар аудармашы да болып саналады. Ахмет Байтұрсыновтың осы аударма саласындағы ең үлкен мәнді, маңызды еңбектерінің бірі ол 40 мысал деп аталады. Яғни орыстың мысалшы ақыны Крыловтан аударған 40 мысал еңбегін Ахмет Байтұрсынов осы 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетіне алып келген үлкен бір шығармашылық үлкен мұра ретінде тануымызға болады. Яғни 40 мысал жинағында Ахмет Байтұрсынов Крыловтың барлық мысалын шетінен алып аудара бермеген, соның ішінде сол уақыттағы қазақ қоғамына, қазақ ұлтына қажетті деген тұстарын, керек-ау деген тұстарын ғана аударып көрсетуді өзіне мақсат тұтқан. Енді жалпы Ахмет Байтұрсыновты сонымен қатар біздер ақын, аудармашы деп қана танымаймыз, сонымен бірге ол үлкен көсемсөз шебері, яғни публицист. Бұл жолда мысалы Ахмет Байтұрсыновтың біздер басқа істеген іргелі еңбектерін айтпай, Қазақ газетіне тоқталып өтуімізге болады. Байтұрсынов 1913-1918 жылдар аралығында Орынбор қаласынан қазақ тілінде қазақ деген газет шығарған. Әуелі бұл қазақ газеті өте аз данамен таралған, кейін жалпы қазақ халқының сұранысына сәйкес газеттің саны 8000 данаға дейін өскен. Яғни бұл сол өз заманы, өз уақыты үшін үлкен астрономиялық цифр болып саналады. Яғни қазақ тілінде газеттің 8000 данамен таралуы үлкен қуанышты жайт болып саналады. Себебі қазақ газетінде сол қоғамда өмір сүріп отырған біздің ұлтымыздың ең негізгі деген мәселелері, өзекті деген мәселелері көтерілген. Қазақ газетінде Ахмет Байтұрсыновтың өзінің мақалалары жарияланып тұрған, Алаш партиясының көсемі Әлихан Бөкейхановтың ұлт мәселесіне қатысты мақалалар жарияланып тұрған, сондай-ақ Міржақып Дулатовтың мақалалары. Соның ішінде мысалы қазақ газетінде жарияланған мақалалардың ішінде Ахмет Байтұрсыновтың Қазақтың өкпесі деген мақаласы ерекше бөліп айтуға болады. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынов осы қазақ газеті арқылы жалпы қазақ балаларына білім беру ісін жан-жақты көтерген. Яғни қазақ баласына білім берудегі ең негізгі нәрсе ол оқулық дегенді айтқан. Яғни қазақ баласы мектепке келіп партаға отырып, оның алдына қойылатын оқулық дұрысталмайынша біздің ұлттың өсуі тежеледі деген. Яғни жақсы оқулық керек деген қазақтың өсуі үшін. Сосын сол оқулықпен білім беретін жақсы мұғалім керек деген. Сонда ғана біз қазақ көшілгері дамимыз деген пікірді осы қазақ газетінде өзінің көптеген мақалалары арқылы ерекше атап көрсетті. Жалпы Байтұрсыновтың қазақ газеті туралы, Байтұрсынов шығарған қазақ газеті туралы, оның өз қоғамда атқарған рөлі туралы, жалпы қоғамдық ой сананың өсуіндегі рөлі туралы филология ғылымдарының доктор, профессор Өмірхан Әбдимановтың еңбектерін ерекше атап өтуімізге болады. Енді жалпы Байтұрсынов тану деген іргелі үлкен ғылым бар. Ол ғылымда атақты ғалымдар өздерінің еңбектерін берген. Мысалы 1923 жылы Ахмет Байтұрсынов 50 жасқа толады. 50 жас мерейтойы Ахмет Байтұрсыновтың Ташкент қаласында аталып өтіледі. Үлкен бір жиын болады. Ол жиында қазіргі тілмен айтқанда модератор қызметін, яғни сол жиынды басқару ісін Сәкен Сейфуллиннің өзі қолға алған. Және бұл жиында жасалған, яғни Ахаңның 50 жылдық мерейтойына байланысты жасалған жиынның негізгі баяндамашысы академик, енді ол кезде академик емес, бірақ Байтұрсыновты өле-өлгенше аса құрметтеп өткен қазақтың ғұлама ғалымы Мұхтар Әуезов біздің Ахаң 50-де деген өзінің мақаласын жазады. Сол
мақаласынан кішкене міне үзінді келтіретін болсақ, ахаң ашқан қазақ мектебі, ахаң түрлеген ана тілі, ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны, 40 мысал, маса, қазақ газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер, білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болатын. Оны жұрттың бәрі біледі. Бұның шындығына ешкімде дауласпайды деп атап өткен. Жалпы мына жерде Ахмет Байтұрсыновтың тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде Ахмет Байтұрсынов мұрасын түбегейлі зерттеген ғалымдардың қатарында өзіміздің жерлесіміз академик Рабиға Сыздықованы атап кетуге болады. Жалпы ол кісінің мына жерде пікірі беріліп тұр, міне бәріңіз көріп отырсыздар. Жалпы қорыта айтқанда 20 ғасырдың басындағы алаш ұранды әдебиеттің көрнекті өкілі Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылық үлкен ғылыми мұрасы, ол жалпы кез келген қазақ баласының білуге тиіс бір өзгеше әлем деп айтсақ артық болмағандық болар еді. Жалпы Байтұрсынов туралы жазылған ғылыми мақалалар, әдебиеттер өте көп. Соның ішінде мен мысалы сіздерге қазақ әдебиеті тарихы 10 томдығының 6 томын ұсынам. Онда Ахмет Байтұрсынов деген бөлімді Жұмағали Смағұлов жазды. Содан кейін жалпы Байтұрсыновтың әр жылдарда Байтұрсынов мұрасын тануға арналған ғылыми конференциялар мақалаларын ұсынуға болады. Сондай-ақ жалпы 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті оқулығының авторы Өмірхан Әбдимановтың еңбектерін ұсынуға болады. Жақсы, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.